досымды оятайын. Родной. Кеттік досым. Бет қол жуайын. Мен бірінші жуалайын, ә? Торт керіп жуышайын. Тез бош. Давай, бол бара бер. Жай. Родной. Мына үй ескіріп кеткен сияқты уже. Давай онда екеуміз өзімізге үй саламыз. Давай. Бірақ енді үй салу қиын ғой. Андай не кімдер жалдайық та, стройщиктер. Давай. Менде ана кеше сен алып берген ақша бар еді ғой. Иә. Сол ақшамен салмадық па? Кетті оны салайық. Кеттік. Басай досым. Сосын бұл екеуі өздеріне үй сатып алуды шешіп, үй сатып алуға жолға шықты. Досым мен үй таңдым. Жарайды досым, сен үйге барып отыра тұр. Или немесе келісіп көрем ғой үй алмасуға деп ше. Иә. Давай. Сен үйге қарап отыр, ешкім кіргізбама. Иә. Так. Негізі әдемі. Так, үй сататын жер осы еді ғой дейме, адрес осы жаққа ғой дейме. Кім я? Бәсе міне осы екен ғой. Сәлеметсіз бе? Мен ғой бағалдегі сізбен сөйлескен Серік бол. Иә. Осы үй алға келдіңіз бе? Иә. Менде бірақ ақша кішкене жетпей тұрған еді. Сол ақшаны берем және үй алмасайық. Жарайды. Онда мен сізді онда кілтті бере беріңіз маған үйдің. Рахмет. Ақшасын берейін бе? Иә. Мәңіз. Болды, рахмет. Болды, үйге кіре берейін мен. Неге кіре берейін? Мен ана досымды алып кетейін. Так, родной Казби, сен білесің бе, қандай үй алғанымды? Өте әдемі үй алдым ғой, сөзімді бөлмеш. Авария болды, ойбай. Родной. Шығып ал. Шықсай ба, алда жыл жібер. Сонымен бұл екеуі авария болып, жолдары болмай қалыпты. Родной, көзің жұмып тұрсың ба? Иә. 1, 2, 3, тадам! Иә, мам. Кеттік үйге. Давай. Мен де кірмедім әлі үйге. Тексермей алдым. Кеттік. Міне. Кеттік көрейік. Мынау не? Мынау туалет екен. Так. Екінші таз бар ма не бұда? Жоқ. Екінші таз. Сонымен бұл екеуі новый үй сатып алыпты. Родной. Мынаған қарасай диванды. Не деген диван мынау? Не деген кітаптар? Бір жылдай оқып бітеміз ғой? Біз оқи алмаймыз да бұл кітаптарды. Мен оқи алмаймын, әрі танымаймын. Не деген үй алған біз, ә? Еще родной, мұнан қаншаға алдым десе, еще арзанға сатқан ғой. Қаншаға? 10 миллионға. Менде өзімде 3 миллион болды да, ана өзіміздің үйді қосқанда 7 миллион қып бере салдым. Мен қымбат деп ойлаған мына үйді. Йо-майо. Досым, мен ол кезде бомж болған кезде мен мынанша ашып сақтаптың қара. Досым? Енді екеуміз бизнес ашпадық ба? Ақша жинап жұмыс жасап. Иә. Давай онда кеттік бір жұмыс іздейік. Иә, онда. Кеттік, родной. Сосын бірінші машина сатып алу керек, бағалдегі машина авария болып жаман болды, ә? Иә? Иә. Кеттік. Сонымен бұл екеуі жұмыс іздеуге шығыпты. Досым, мұнда ше не бар екен? Магазинші болу деген жұмыс бар екен 2 адамға. Онда кеттік, ол екеуміз кіріп жұмыс жасайық. Көп адам келеді дейді, ше бұл танымал екен ғой бұл магазин. Киімдерін киіп алайық. Киіп алайық, киім. Болды, мен киіп алайық. Родной, сен анарларда жүресің ғой, біреулер не андай сатып алуға келсе ұрлап атқан жоқ па, ұрлап атыр ма, қарап тұр. Лай. Родной, мен қазір келем. Иә.
ішім ауырып жатыр. Магазин, Мынау магазин, танымал магазин емес па? Новичоктар келген ба не? Ё-моё, кеттік ал. Келіңіздер. Сен кімсің? Сен менімен төбелескің кеп тұр ма не? Жоқ. Сенің аямаймын. Саған удар керек па не? Удар керек ал. Ұрт тастаймын, мә! Тепкілеп тастау керек па не? Құтыра берме үйтіп. Кеттің заттар ұрлау керек маған тез-тез. Банан анамнау, кола, сок. Так, пицца. Кеттім. Сен қайттан тұрып алғансың ба не? Саған удар керек па не тағы да? Мә! Чотамал, Чотамал. Кеттім, мен тез-тез кетуім керек. Бергел. Сонымен ана досын өзінен де мықты бір ұрлықшы келіп, оны ұрып кетіпті. Досым? Досым. Қайда досым? Не болған түріңе? Ана бір бандит бар емес пе, соны ұрып кетті. Родной тонап кетті ма магазинді? Тонап кетті, әр затты алып кетті. Енді біз бастықпен қалай сөйлесем? Өзім сөйлесіп көрем енді досым. Сен үйге қайта бер. Белі бәр жар алып жатыр. Енді бастық жұмыстан шығарып тастамаса болды. Бастық, мені кешіріңізші. Не үшін, не болды? Біздің магазинді тонап кетті. Менің досым негізі төбелесетін еді, боксер еді. Бірақ оны мен сізге қарай кетіп едім, сізді таппай жүргенімде оны бір ұрлықшы ұрып кетіпті. Жұмыстан шығармаңызшы. Шығарам сендерді. Ол мен жалғыз магазин еді ғой? Бергел. Кешіріңізші. Ой, сол жұмыс маған керек демес еді оның. Досымның кесірінен бір шығып кеттік жұмыстан. Соның кесірінен бір жұмыстан айырылдық. Родной. Не болды? Сен кесірінен жұмыстан шығарылдық. Онда полицейский болып жұмысқа кірейік та. Мен полицейский жұмыс істеп көрмегем өмірімде. Өзің істей бересің ал. Родной, онда мен андай мобилограф деген жұмыс бар, сондай жұмыс істеп көрейін. Давай істеп көр. Бірақ сенде ақша бар ма? Бар. 700 мың бар. 700 мың? Иә. 700 мың? Міне. Ё-моё. Родной, онда бұл ақшаны маған берде. Содан кейін мен өзіме новый мықты телефон алып алайын. Содан кейін мықты телефон алғаннан кейін көп адамдарға видео жасап берем да, көп адамдардан ақша ала бастаймын. Давай ма? Мен картамды ал. Әке. Ой, болды, рахмет, кеттім мен. Давай. Содан кейін бұл бала өзінен жаңа телефон сатып алуға кетіпті. Досым қуанып қалатын шығар, оған бір ноутбук алдым ғой, өзінде бір телефоны да жоқ еді. Бағалай жұмыстан шыққаным кешіретін болдым. Өкінбесін енді болған. Досым, көзің жұмшы. 1, 2, 3, аш. Саған сыйлық, родной. Саған енді өзің үйде отырғандай онлайн жұмыстар бар ғой, сондай істейсің. Рахмет досым. Ондай дос болмаған кеме ештеңке болмайтын еді. Сен үйде отырып жұмыс істей бер, мен кеттім. Өзіме айфон алдым. Кеттім. Алло, сіздерге мобилограф керек па? Иә, керек. Жарайды, онда қазір баратырмын. Болды, ал кеттік ал. Кеттік ал жұмысқа, жұмыс, рахатша жұмыс деген. Онда тоқтай тұрыш. Тоқтап. Үйге қандай екен? Әдемі екен ғой мына үй. Мен мына үйде әдемі екен. Ана үйде әдемі ғой. Егесі бар екен. Не болды? Қойыңыз. Досым ұзақ болып кетті ғой, досым қайда екен? Досымды бір ұрып тастаған ба? Досымны ояң. Содан кейін бұл сержан серік бол досынан айырылып қалыпты. Осымен болмыш сериясы аяқталды. Осымен енді болмыш сериясы ары қарай жоқ достар.
Міне екеуміз ойнаттық. Сау болыңыздар достар. Sağ olun.